құрастырылды, иә? Екінші топ сіздерде олимпиада символы, сіздерде медаль шықты. Өте жақсы оқушылар. Жақсы. Енді сәл-сәл оқушылар бәріміз тақтаға қарайық. Оқушылар тақтаға қарайық. Бізде тақтада үй тапсырмасы бойынша, яғни өтілген тақырыптар бойынша бірнеше сұрақтар берілді. Сол сұрақтарға әуелі жауап беріп, өткен тақырыпты істеуіміз керек, еске түсіріп қайталап алуымыз керек. Ол үшін мына жердегі қағаздарда жазылып тұрған сұрақтарға жауап беріп, мына тақтаны тазартуымыз қажет. Түсінікті ме? Ал келе қойыңыздар, кім шығады? Әрбір топтан 2 оқушыдан шыға қойыңыздар. Келіңіздер. Аяшан, Аружан, кел. Сұраққа жауап береміз, алғандарым келдер. Жәмила сұрағыңды оқы. Істік дегеніміз заттың істіні әрекетін білдіретін сөздер бар. Жақсы, дұрыс па оқушылар? Дұрыс отыра ғой. Сіздің сұрақтары қандай? Не істеді, не қылды, қайтты? Дұрыс па? Келе ғой. Сабақты істік қасиетке тұрған сөзді қажет етеді. Дұрыс па? Өте жақсы, отыра ғой. Оқушылар жарайсыздар. Істейміз. Өте жақсы оқушылар. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Енді мынаға суреттерімізге тағы бір назар аударайық, оқушылар. Яғни әр топтқа әртүрлі суреттер берілді. Солай ма? Олай болса, тақтада тұр ол суреттер атаулар туралы 3 сұрақ деген тапсырма беріледі сіздерге қазір. Яғни біздер мына суреттерді, алдарыңызда тұрған мына суреттерді қайда, қашан, қандай жағдайда кездестірдік? Алқым айтып көрейік. Бұл атауларды сіз қайда, қандай жағдайда кездестірдіңіз? Бұл атаулар қашан қолданылады? Өз тәжірибеңізден мысалдар келтіре аласыз ба? Және бұл атаулар мен бүгінгі сабақтың қандай байланысы болуы мүмкін? Солай болса, біздің бүгінгі сабағымыз оқушылар, дұрыс айтасыздар, мана айтып кеттік, иә? Осы медальдарға, осы суреттерге қатысты тапсырмалар болады бізде. Жаңа сабақ, жазып қойып, дәптерімізді ашып бәріміз Кенже Сәрсекенова Қазақстанның 5 дүркін чемпионы деп аталады. Біздің бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қандай? Бәріміз назар аударайық. Яғни біздер бүгінгі сабақта тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініп, ішінен детальді ақпараттарды анықтай алуымыз керек. Және екінші мақсат бұл етістіктің етіс түрлері мен сап және сабақты етістіктердің тілдесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдана алуымыз қажет. Сонда бұдан шығаратын бізде бағалау критерийі не істеуіміз керек? Мәтінді тыңдауымыз керек, түсінуіміз керек, ішінен нені анықтауымыз керек? Детальді ақпараттарды анықтауымыз керек. Және салт етістікті, сабақты етістікті қолдануымыз қажет, етіс түрлерін ажырата білуіміз қажет. Түсінікті ғой, иә? Осы мақсатта жұмыс жасаймыз бүгін. Тыңдалым тапсырмасына түспестен бұрын оқушылар, мына сұрақтарға жауап берейік. Қандай сұрақтар берілген? Конькимен жүгіруден неше мәрте чемпион атанған? Қазақстан бойынша 12 мәрте чемпион атанған екен. Рекорд жаңартқан екен. Дұрыс айтасыздар. Тұңғыш қазақтың кішісін айтып кеттім. Жақсы, олай болса, мәтін тыңдауға дайынбыз ба? Дайынбыз мәтін тыңдауға. Ол үшін сіздердің алдарыңызға топтық жұмыс жасау үшін сіздер бұл қағазбен жұмысты қалай жасайсыздар? Яғни мәтінді мұқият тыңдайсыздар. Содан кейін сол мәтінді тыңдап отырған кезде әрине мәтін не туралы құлақ асып тыңдайсыздар. Түсіну керексіздер. Одан кейін соның ішінен нақты детальді ақпараттарды анықтайсыздар. Ескеріп тұрған мәселеміз мәтін мазмұнын түсіну керексіздер және детальді ақпараттардың бесеуін жазу керексіздер. Ал мұқият тыңдайсыз. Дайын болсаңыздар. Қазақ топырағы қашанда дарындарға кенде болған емес. Солардың ішінде қаракөз қазақ қыздарының болуы керек. Коньки спортынан еліміздің намысын қорғаған Кенже Сәрсекенова 1992-1999 жылдар аралығында ұлттық құрама команда сапындағы жалғыз қазақ қызы болды. Мәтінді жалпы түсінікті. Кім туралы? Кенже Сәрсекенованың нелері туралы? Жетістіктері, шағын жолдары туралы. Қысқа жазылып ойлаймын. Қазір тағы да мәтінді екінші рет тыңдатамын.
Қазақстанның бес дүркін чемпионы, 2 бірдей олимпиадада бақ сынаған тұңғыш қазақ қызы. Жақсы, отыра қойыңыздар. Рахмет. Енді қараңыз оқушылар, жаңа өздеріңіз тапқан ақпараттар көпшілігіңіз жақсы, детальды ақпараттар таптыңыздар. Біріңізбен біріңіз қайталап жатқан ақпараттар көп, иә? Енді қарайық суретке. Мана нағыз Кенже Сәрсекенова 2 бірдей қысқы олимпиадада бақ сынаған жалғыз қазақ қызы. Жалғыз қазақ қызы. Бірақ өкінішке орай жүлдеге қол жеткізе алмады. Ал енді қандай спорт түрімен айналысты дейтін болса, ол кешегі Қазақстанның алғашқы Ораз Қамабаев секілді, алғашқы конькиші секілді, ол да мұзда жүгіруден сайысқа түскен. Яғни оның мамандығы мұзда жүгіру. Суреттен көріп тұрсыздар, яғни Кенже Сәрсекенованың сол кезіндегі мына 2 суреті, кезіндегі сол қысқы олимпиадаға қатысқан кездегі жас кезіндегі суреті. Қазіргі таңда Кенже Сәрсекенова тұр, қасындағы кім? Денесте біліп жатсыздар, ол кім еді? Конькиші. Қандай жүлдегер? Жүлдегер. Ол да біздің Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі жеткен ең алғашқы конькишілердің арасындағы ең алғашқы жүлдеміз еді. Жақсы. Мынау суреттер сол Кенже Сәрсекенованың марапаттары жетістіктермен бірге түскен қазіргі суреті. Қазіргі таңда бұл Кенже Сәрсекенова жаттықтырушы, мәнерлеп сырғанаудан жаттықтырушы қызметін атқарады. Кішкентай балаларға мұздың үстінде жүзуді үйретіп жүр. Жақсы оқушылар, сіздердің топтық жұмыстарыңызды мынадай алтын медальмен марапаттаймыз, бағалаймыз. Барлық топта барынша жақсы жұмыс істеді, жасады. Сіздердің бағаларыңыз. Келесі оқушылар. Арнайы тапсырманы жалғастырамыз. Енді ол тапсырманы жалғастырмастан бұрын бізде тілдік бағдар бар. Ол қандай? Тілдік бағдар. Біздер білеміз, етістің түрлерін өтіп жатқанымызды, иә? Етістің түрлері бар деп өттік біздер. Қай түрлерін өттік? Етістің түрлерін. Етіс, яғни өзгеге түрін өтті. Өзгеге етіс, мана айттық, қандай жұрнақта алдырысыға түседі? Өзгеге етіс. Іс оқиғаны кімге жасатады? Өзгеге жасатады. Жұрнақтар арқылы жасалады. Өте жақсы. Енді бәріміздің назарымыз тақтада болсын. Үшінші ырықсыз етіс деген түрі бар, соны жақсылап тұрып меңгеріп алады. Кережелерін дәптеріңізге түсіріп түртіп отырасыздар. Енді тақтаға қарайтын болсаңыздар, ырықсыз етіс. Ырқынан тыс, ырық, ерік деген сөздің синонимі. Еркінен тыс, ол адам орындағысы келсе де, орындағысы келмесе де, сол оқиға не істеледі? Орындалады. Еркінен тыс, ырқынан тыс, ол оқиғаның кім орындалады? Деген жұрнақ. Не шықты? Саналды. Заттар саналды. Енді сіздер білу керек мынадай нәрсе бар. Нені білу керексіздер? Етістіктің мысалса мына жерде қаз деген, қоқы деген, сама деген етістіктер тұр, иә? Осы етістіктердің құрамында ішінде немесе сол етістік соңы мына л деген дыбыс болатын болса, л дыбысымен аяқталатын болса, немесе оның ішінде л деген дыбыс болатын болса, мына л, л деген жұрнақтар, н деген жұрнақтар айналады. Бұл жұрнақтар өзге етістің жұрнағы есептемейді. Бұл ырықсыз етістің жұрнағы есептемейді. Мысалы, бөлінді деген сөзді қарай. Түбірі бөлінді. Л дыбысы бар солай ма? Қайсы л дыбысы? Міне, түбірдің соңында л дыбысы. Енді ол өзінен өзі бөлініп тұр. Бөлінді. Кім бөлгені? Белгісіз. Яғни оқиға біреудің ырқынан тыс, біреудің еркінен тыс істеді. Орындалды. Сондықтан н деген емес, қандай жұрнақ болғанды? Н деген жұрнақ болғанды. Алынды. Түбірі ал. Л дыбысы бар, сондықтан оған н деген. Қаланды. Тасты қала. Ішінде л деген дыбыс бар, оған н деген жұрнақ. Енді мына етістіктердің, мысалға берген етістіктердің қай-қайсысын алып қарасақ та, оқиға өзінен өзі істеп тұр. Орындалып. Енді мына ережені өзіміз жасап қойып. Тездетіп, мына сабақ етістіктер берілген, соның алдына табыс деп түрінде тұрған
сөз тіркесін жасайық. Тездеп кетті. Айтқан, менен келесің бе келеу? Айтқан сен де келеу. Кет. Біреуіміз ашты деген сөзге, біреуіміз жазды деген сөзге. Кез келген жазайық. Ырыс етістің жұтағы жолға. Қалай болады? Дұрыс жазалым. Дұрыс қоя оқушылар? Ашылды ол, төбірі аш, ол деген жұрнақ көрсете ой. Төбірді жұрнақ. Сіз берейін. Жазып отырмыз оқушылар. Төбірі аш. Төбірі аш. Сосын ол деген жұрнақ. Ненің жұрнағы? Ырыс етістің жұрнағы. Енді осы ашылды деген сөздің алдына мына сөзді қояды. Не шықты сонда? Жасау. Терезе ашылды. Сестесін. Азды дегенді ырықсыз етіске айналдырамыз. Жазылды. Бірден жазайық. Жазылды. Не жазылды? Хат жазылды. Дұрыс жаза қой. Хат жазылды. Отыра қой. Жақсы, жарайсың. Мына өздеріңіздің жазған мысалдарыңызға қарайық. Терезені ашты. Нені? Қандай етістік? Терезе ашылды. Қандай етістік? Сал етістік. Дұрыс айтасыздар. Сал етістік. Сонда мынадан қандай ереже шығады ол? Сабақты етістікке түсінікті ғой да? Бұл сіздердің өздеріңіздің жасап шығарған ережелеріңіз. Сонда оқушылар сабақты етістікке ырыс етістің жұрнақтарын жалғайтын болса, неге айналады ол етістік? Сал етістікке айналады. Жарайсың. Әрі қарай енді тапсырма орындауға кірісеміз. Әрине ол тапсырма не туралы болады бізде? Жұптық жұмыс оқушылар. Жұптық жұмыс. Оқушылар дәптерге орындаймыз, иә? Мәтіндегі сабақты етістіктерді сал етістікке айналдыруымыз керек біз. Сол кезде бізде ырықсыз етіс жасалу керек. Бірінші тапсырмада. Екіншісінде етістіктерді табуымыз керек және түріне қарай ажыратуымыз керек. Тез қимылдаймыз оқушылар. Ең бірінші болған жұпқа мынадай алтын, күміс, қола, не мынау? Көкіріңдер, тарағылар ең бірінші болған оқушылар жұпқа. Ал жақшаңыздай. Біріншісінде басталды, таңдалды, байланды, таңдалған. Дұрыс. Екіншісінде атанды, қатыстырды. Атанды деген қандай етісі? Ол өзі атанды. Қатыстырды. Біреуді қатыстырды. Қатыстырылды. Ал жақсы, мәтінді жақсылақтырып оқиғыш, бірінші мәтінді. Келеш? Бейдерші Қазақстанның жастар чемпионатының бірінші дүркін жеңімпазы атанды. 1992 жылы спорт шебері дәрежесіне жетті. Жеке жетістіктерді ескере отырып, оны 1994 жылы Қазақстан құрама командасының үздік спортшылары қатарында Олимпиадаларда өткен 17-ші қысқы Олимпиада ойындарына қатыстырды. 1998 жылы Нагорнода болған 17-ші қысқы Олимпиада ойындарына қатыстырылды. Яғни бұл ақпаратта Кенжеш Сәрсенбекованың жетістіктері туралы айтылды. Солай ма? Яғни екі бірдей Олимпиадада бақ сынаған. 17-ші және 18-ші қысқы Олимпиадада қатысқан тұңғыш қазақ қызы. Жарайсыздар, бәрі дұрыс. Алтын туылыпты, бірінші топтың бір жолы ұтып алды. Айта қойыңдар. Қазір айтасыңдар. Сәбиқенова таныстыру үшін әңгімесі басталды. Ол шығыс Қазақстан облысы Алемін қаласының тумасы. Ол Алматыға барған спорттың жеңіл атлетика түрін таңдалды. Таңдаған дегенді таңдалған деп. Бірақ дегені болмапты. Амалы оқылған Кенжеш аяғынан коньки байланды. Үздік теннис ойынынан таңдалды. Сонда бірінші мәтіннен білгендеріңіз жақсы отыра ғой. Бірінші мәтіннен білгендеріңіз не? Қандай ақпарат?
Сәкенова бірден конькиші болып қалаған ба, конькиші болуды? Кім болғысы келген? Жеңіл атлетика түрін таңдап келген, бірақ өкінішке орай ол келген кезде сіздерге күміс медаль. Құжатқа қабылданбай қалған, уақыты өтіп кеткен, сосын амалы жоқтан нені таңдаған? Конькиді таңдап кеткен. Келесі оқушылар бізде енді соңғы бір тапсырма бар. Ол енді әрине жеке жұмыс. Жеке жұмыста бүгінгі тақырып бойынша алынған беттегі сабақты тұрайберсін. Бүгінгі тақырып бойынша алынған ақпараттар бойынша тест сұрақтары құрастырылған. Тек 2 минут уақыт беріледі. Сіздерге балалар, мана ақпарат тыңдаған ақпараттарында бар арғы ақпарат. Болдық па? Үшінші топ болдық па? Сезілсеңіз. Болса, бірінші топ тұра қойып, таста қағаздар жарайды болды. Бірінші топ, үшінші топтың қағазын тексереміз. Тез, шапшаң демірайын. Үшінші топ, екінші топпен тексереміз. Екінші топ, бірінші топпен тексереміз. Үшінші топ, екіге. Мен үшке бар, шешем. Жауап мына жерде тұр, оқушылар. Бір А, қасына птичка қоямыз. Мальчик орнына бар. Бір А, екі Д, кейін айтылады. 3 В, 4 С, 5 А, 6. Болсаңыздар қағазды сол жерге тастап, өзіміздің орнымызға қоймаймыз. Так, 9, 10 дұрыс оқушылар қол көтерейікші. Иә, алтын медальға ие болып отырған кім? Жәмила, Нұртан, Мирас, мына жерде 2 оқушы. Мына жақта бар ма? Фатима, неше отырсыз? Келесі 8, 7 отырсыздар бар ма? Бүгінгі сабақта біздер жұптық жұмыс жасадық, жеке жұмыс жасадық, топтық жұмыс жасадық, бәрінде жақсы жетістіктерге жеттік. Оны сіздердің тағып отырған, қолдарыңызда ұстап отырған кубокпен бәрімен дәлелдей аламыз, иә? Енді бүгінгі сабақ ұнады ма? Қаншалықты ұнады? Егер сұрақтарыңыз бар болса, сол сұрақтарыңызды жазасыздар мына жерге ілесіздер. Бәрін жасай алдық, бәрінен жақсы жетістікке жеттім деген оқушылар мына жерге түсіндім. Нені түсіндім? Нақты. Соны бір ауыз сөз жазып мына жерге жабыстырамыз. Сабаққа өте жақсы атсалысып отырған оқушылар белгілі еді. Сол оқушылар бағаланады.